Сила уверенности в себе. Брайан Трейси. Біз бүгін атақты американдық психолог, бизнес-тренер, ғалым Брайан Трейсидің осы кітабынан үзінділер оқитын боламыз. Соны сіздерге қазақша аударып бөліскім келіп отыр. Осы кітап өте көп тиражбен сатылған. Америкада, Ресейде, Европа елдерінде. Осы кітаптың ішінде мынау 166 бетінде «Три великие идеи» деген тақырыпшасы бар. Яғни Брайан Трейси қазіргі уақытта атамыз деп айтсақ болады, жасы 80-ге келіп қалды, ол кісінің 80-нен асты. Сол кісінің осы 3 ұлы идея туралы оймен бөлісейік. Міне қазір оқимыз, сосын ар жағын соң қазақша талқылап бөліссек. Три великие идеи. Со временем я усвоил 3 великие идеи. Во-первых, надо взять на себе полную ответственность за себя и за все, чем ты занимаешься и будешь заниматься. Уақыт өте келе дейді, мен 3 ұлы идеяны өзіме қабылдадым дейді. Солардың біріншісі, сен немен айналысып жатсың, қандай қызметте? Сол үшін, өзің үшін және барлығы үшін толық жауапкершілік алу керексің дейді. Бұл бірінші идеясы. Екінші ұлы идеясы. Во-вторых, надо признать, что изменить свои жизненные обстоятельства можно лишь в том случае, если изменишься сам и обучишься необходимым вещам. Екінші дейді Брайан Трейси атамыз. Бұл өмірде өзіңнің өмірдегі жалпы ахуалыңды, жағдайыңды жақсарту үшін дейді, өзіңді және өзіңнің айналаңдағы ахуалды жақсарту үшін сен бірінші өзің өзгер дейді. Және сол өзгеру үшін оқы дейді бірінші. Өзгерудің бірінші қадамы оқу деп тұр. Оқы, үйрен, біл деп тұр. Яғни қажетті нәрселерді оқы, үйрен, біл. Осы арқылы өзіңді өзгер, сосын барып сен айналаңдағы ахуалда, жағдайда барлығы өзгереді деп отыр бұл кісі. Үшінші. В-третьих, надо ставить перед собой четкие цели с конкретными сроками реализации, а затем каждый день работать над их претворением в жизнь. Үшінші дейді американдық тренер. Өзіңнің алдыңа нақты мақсаттар қой дейді. Ол мақсатыңның орындалу мерзімі болсын дейді. Орындалу мерзімі болсын дейді. Сосын сол мақсаттарыңды орындау үшін әрбір күні жұмыс жаса дейді. Әрбір күні кіші баспалдақтарын бағындыр дейді, осы үлкен мақсатыңды орындау үшін дейді. В течение нескольких лет, когда я время от времени вспоминал об этих идеях и старался жить в соответствии с ними, мне сопутствовали успех и прогресс. Но каждый раз чего-то добившись, я забывал об этих идеях и вновь возвращался к примитивному реагированию на происходящие события. Потребовалось много лет, прежде чем я начал последовательно использовать в своей деятельности эти и многие другие идеи, о которых упоминаю в книге. Только после этого я начал систематически добиваться желаемых результатов. Яғни бұл осы тақырыпшаның соңғы бөлімі. Яғни бұл кісі айтады, соңғы бірнеше жылда дейді, мен осы идеяларды еске түсіріп жүрдім дейді, үнемі. Еске түсіріп жүрдім, и осы идеяларға сәйкес өмір сүргім келді дейді. Мен осы идеяларды орындаған кезде, осы идеялардың қағидаларын сақтаған уақытта маған әрқашанда табыс, прогресс, даму жолдас болды дейді. Яғни мені әрқашанда табыс, бақ, дәреже қоршап жүрді дейді былайша айтқанда. Но арасында дейді, осы жетістіктерге жете отырып, мен бұл идеяларды кей уақыттар ұмытып жаттым дейді, ұмытып кетіп жаттым дейді. И оларды ұмытып кетіп, мен өмірдегі қарапайым тіршілікке оралып жаттым дейді, өзімнің бұрынғы табиғи әдет ғұрыптарыма, әдеттеріме. Сондықтан дейді бұл кісі айтады, осы идеяларды мен сақтап жүруге, орындап жүруге, үнемі өмірде жүзеге асырып жүруге маған көптеген уақыт керек болды дейді, көп уақыт қажет болды дейді, көптеген жылдар қажет болды дейді.
Мен осы идеяларды үнемі осы кітапта жазуға тырыстым дейді. Осы идеяларды көптеген жылдардың жүзінде мен сақтаған кезде ғана барып, мен өзімнің қалаған нәтижелеріме қол жеткізе бастадым дейді. Яғни бұл кісі айтып отқаны сол үнемі жүйелі түрде осы айтылған идеяларға, өзіңнің алдыңа қойған мақсаттарыңа қол жеткізуге үнемі дағдылану керек және үнемі қадам басу керек. Оларды арасында үзбеу керек. Солай айтып отыр бұл кісі. Енді тағы да бұл кісінің осы келесі тақырыпша, осы кітаптағы 166-шы бетте мы вредим сами себе дейді. Яғни осындай бөлімшесі бар. Яғни біз өзімізге зиян жасаймыз дейді. Тақырыптың атауы, тақырыпшаның атауы. Позднее я понял, что людям свойственна странная тенденция. Сначала они упорно трудятся, чтобы отыскать метод, помогающий им в жизни, работе или взаимоотношениях, а потом по какой-то непонятной причине вдруг отказываются от него и возвращаются к привычному образу действий, обусловленному случайными факторами дейді. Содан кейін дейді бұл кісі, мен кейіннен түсіндім дейді, адамдардың барлығына дейді ортақ бір қасиет бар дейді, жалпы ортақ бір мінез бар дейді. Олар бір қалаған нәтижелеріне, мақсаттарына, армандарына қол жеткізу үшін күні түні үзбей еңбек етеді дейді. Сол еңбек ету жолында олар жаңа методтарды, жаңа әдістерді ойлап табады дейді. Ол әдістер оларға өмірде, жұмысында, адамдармен қарым-қатынасында осы әдістер оларға көмектеседі дейді. Өздері ойлап тапқан, не болмаса басқа біреуден олар қабылдаған осы әдістер. Одан кейін дейді бұл кісі, қандай да бір түсініксіз бір жағдайда, себептерсіз олар осы өздері түсінген, өздері қабылдаған, өздері ұғынған осы әдістерден, осы мінезден, жалпы мінез қалпынан бас тартады. Сосын қайтадан өздерінің бұрынғы кездейсоқ факторлар нәтижесінде өздері қабылдаған, өздеріне жалпы жұққан деп айтсақ болады, әдеттегі өмірлеріне қайтадан оралады дейді, баяғы өмірлеріне. Яғни баяғы жүйесіз, қалыпсыз, ешқандай бір мақсатсыз, ешқандай бір тәртіпке бағынбайтын өздерінің бұрынғы адами өмірлеріне, адами бейнелеріне қайтып оралады дейді. Программы ментальных упражнений, таких как постановка целей и позитивное мышление, весьма схожи с программами физических упражнений. Если вы хотите, чтобы они оказали должный эффект, надо упорно тренироваться каждый день. Когда я начал регулярно использовать эти испытанные методики успеха, во всех сферах моей жизни стали происходить прямо-таки чудесные изменения дейді. Ол кісі айтады, мынау позитивті ойлану, алдыңа бір мақсат қою, осылардың барлығы ол адамның жалпы бір санасын жаттығулары болып табылады. Яғни адамда физикалық жаттығу болады. Физикалық жаттығу өздеріңіз білетіндей, спортқа барасыздар, таңертең тұрып жүгіресіздер, жаңағы отжимание жасайсыздар, осылардың барлығы физикалық жаттығулар жатады. Ал енді адамның ментальдық жаттығулар деген бар, ментальные упражнения. Бұл кісі айтып отқан. Яғни адамның саналы тұрды, саналық жаттығулар деп айтсақ болады бұны. Осы саналы жаттығуларына адамның алдына мақсат қоюы, ойлануы, позитивті ойлануы, армандауы, жалпы тілек тілеуі Құдайдан, осылардың бәрі адамның жалпы саналы жаттығуларына жатады. Бұлмен айналысатын адамдар бар, айналыспайтын адамдар да бар. Егер де сіз осы сіздің саналы жаттығуларыңыз сізге қандай да бір әсерін тигізсін десеңіз, онда сізге де осы саналы жаттығуларды күні түні жасау керек дейді. Менің жалпы басынан өткізген, өзімнің өмірімде көрген осы ментальді жаттығуларды, саналы жаттығуларды тұрақты түрде, жүйелі түрде қолдана бастағанымда дейді ол кісі айтады, менің өмірімде бір ғажайып өзгерістер орын алды дейді бұл кісі айтады. Яғни қазіргі адамдар физикалық жаттығуларға көп көңіл бөледі. Ол енді өйткені оңай.
өйткені адамның өзі бір жағынан ол жақта мақсаты бар. Яғни адам осы физикалық жаттығулар жасаған кезде мен өмірім ұзақ болады, мен азамын, мен әдемі көрінемін деген сияқты сондай бір стимулдар, адам алдында сондай бір қызықты бір бейнелер болады. Соның әсерінен адам өзін жалпы өзі әдемі көріну үшін, адамдарға ұнау үшін физикалық жаттығуларды орындауға адамдар барын салады, күшін салады. Жаңағы дәрілерді ішеді, керекті, спортқа барады, жазылады, ақшасын да аямайды, уақытты да жаңағы тәртіпке де бағынады. Ал мынау ментальді жаттығулар жасауға, саналы жаттығуларды, адамның өзінің санасымен жасайтын жаттығулар жасауға көп адамдар қиналады, өйткені бұл көп адамның қолына келе бермейтін шаруа. Вот самый главный вывод. Я хоть и с опозданием понял, что пережил так много разочарований и отказывался от применения этих принципов только потому, что мне не хватало уверенности в себе. Сознание подсказывало, что перечисленные выше методы действуют эффективно, но подсознание, хранилище памяти, эмоций, прошлого опыта говорило, что я ни на что не гожусь и успеха мне не видать. Яғни ол кісі айтады, ең басты мына осы түсінгенім дейді, жалпы осындай қорытындым өмірдегі. Мен кеш бұны түсіндім дейді, ол кісі айтады, мойындайды. Мен кеш түсінсем де, осы кеш түсінуге дейін мен көптеген жалпы өз-өзіме реніштерді бастан кешірдім дейді. Өйткені маған бұл жаңағы жоғарыда аталған идеяларды, принциптерді жүзеге асыруға маған дейді, ол кісі айтады, өзіме сенімділік жетіспеді дейді. Мен осыларды, яғни сенімділік жетіспеді, мен оларға сенбедім дейді былайша айтқанда. Мен олардың маған өмірімді өзгертетіндігіне, өмірімді жақсы жаққа бұрып алып кететіндігіне мен сенбедім дейді. Сосын ол кісі айтады, өйткені дейді, ол кісі айтады, менің жалпы түп санам дейді, адамдардың бүкіл естеліктері, эмоциялары, жалпы өткен өмірдегі нәтижелердің бәрін сақтайтын ол адам түп санасы ғой. Сол түп санасы маған айтты дейді, егер жоғарыдағы аталған әдістерді, идеяларды мен жүзеге асырмасам, мен еш нәрсеге жарамаймын. Яғни маған ешқандай да бір табысқа қол жеткізу мүмкін емес деген жаңағы осындай бір парадигманы түсіндірді дейді. Как говорит мой друг Зиг Зиглар, я был создан для успеха, но запрограммирован на неудачу. Внешне я был настроен на успех, но в глубине души не верил, что смогу его добиться. Менің досым Зиг Зиглар дейді, ол атақты психолог, жазушы, ғалым, айтқан сөзі бар дейді. Біз дейді, мен табыс үшін өмірде жетістікке жету үшін жаратылғанмын дейді. Бірақ сәтсіздікке программаланып қойылған дейді. Яғни сәтсіздікке. Адамдардың жалпы табиғатында ол табысқа жету, жетістікке жету кез келген адамның бойында бар қасиет. Бірақ олар белгілі бір жағдайлармен, айналадағы жағдайларға, ата-анасының, өзінің өмірдегі жалпы көрген тәжірибелерінен сабақ алмауының нәтижесінде олар үнемі сәтсіздікке программаланып қойылады. Осылай айтып жатыр. Мен өзім сырттай табысқа ұмтылып тұрмын, бірақ өзімнің жан дүниемнің түбірінде оны осы жетістікке, алдыма қойған жетістіктерге, мақсаттарға қол жететініме сенбедім дейді. Осылай көптеген адамдар осындай идеямен, осындай сенімсіздікпен, өмірге деген кейде ренішпен өмір сүреді дейді. Яғни олардың программасы негативке бағытталған деп айтуға негіз бар.